Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз Өзбекстан қаласында Бахадыр Жаловтың интернатында 3-ші күніміз, орнымыз жақсы өтіп жатыр. Сіздермен обзор түсіреміз. Мына жерде Өзбекстанның мақтаныш азаматтары тұр. Мынау залдың іші өте керемет. Өзбекстан елінің туы. Және де мықты Бахадыр Жалов әке. Бүгін кешке 10 рауд өзбектермен парда төгіп өтеміз. Настрой қалай сенде? Настрой зор, құдай қаласа арамыз. Өзбекстан қалай ұнап жатыр ма? Ташкент жақты ма? Яқты. Бүйтіп бақсасамыз кешке. 10 раунд құдай қаласа. Жалолов мектебі ұнады ма? Жалов мектебі керемет, күшті. Қай жағы ұнады? Ерекше жақтарын айтшы. Ерекше жақтары, тамақтары ғой. Өзбектер қалай отыр, қиын болып отыр ма? Кім қиын? Өзбек бауырларымыз бәрі жақсы, бірақ бұл жақта бірінші номерлер жоқ, бірақ екінші, үшінші номерлермен жақсы қалай айтсам болады. Олар бізге үйретіп отыр, біз оларға үйретіп отырық. Керек жерлерімізді алып отырық. Серікбай ұлан, осы жарыста, осы сборда қандай мақсатта дайындалып жатсың? Құдай қаласа алдыда Галип Жапаров турнирі келе жатыр. 22 март күні. Соған жақсылап өзбектермен қырылып, дайындалып, соған барамыз. Бұйырса 52 килограммда чемпион болу керек. Чемпиондарға Бакуге жолдама. Настрой қалай? Настрой зор. Қойыңыз. Кішігірім влогымыз бітті. Енді қолдап кетсеңіздер жақсы болады. Екінші шығаруымыз мүмкін. Және де сіздер қолдасаңыздар, сау болыңыздар.